Сәлем достар, бүгін бенто торт дайындаймыз. Және де видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бисквит дайындаймыз. Ең оңай, ең қолжетімді бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет, ұн, какао және қант. Алдымен жұмыртқаны миксермен жақсылап көбік болғанша араластырып аламыз. Жұмыртқамыз жақсылап тұрып көпірді, енді аздап қантты салып миксерлеп тұрамыз. Осындай аппақ болғанша және 2-3 есе көтерілгенше миксермен 5-10 минут араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Какао және ұнды содан кейін еліктен 2-3 бөліп өткізіп аламыз. Астынан жоғарғытай араластырамыз. Бисквитіміз осындай болып шықты. Бисквитімізді формаға жайып алдық. Енді 180 градуста 15-20 минут пеште пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Кремімізге бізге сливки керек, сахарная пудра және творожный сыр. Бұл крем бізде база болады, және осы кремді кейін бөліп алып, әрқайсысына шоколад саламыз, сгущенка саламыз, солай араластырамыз. Енді бастайық. Бірінші базасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки мен сахарная пудра және творожный сырмен бәрін осыны миксермен взбивать етіп аламыз. Миксермен жақсылап араластырып алдық. Енді кремімізді 4-ке бөлеміз. Кремді 4 бөлікке бөліп алғаннан кейін бір бөліктің біреусіне вареный сгущенка салып, жақсылап араластырып аламыз. Кремімізді араластырып алдық. Жақсылап, бұл бізде карамельный крем болады. Карамельно-шоколадный тортына, яғни. Енді начинкасына бізге тағы да вареный сгущенка қажет болады, немесе карамельде алсаңыздар да болады. Және жаңғақта менде миндальный слайс. Осыларды араластырып аламыз. Енді келесі кремімізді дайындаймыз. Енді осы кремімізге жаңағы 4-ке бөлген шоколад ерітіп саламыз. Араластырамыз. Креміміз дайын. Ал енді кремдеріміз бәрі дайын. Бізде шоколадный крем болып шықты, карамельный крем болып шықты, вареный сгущенка қосылған, және жай бізде сливочный крем. Ал біздің начинкамыз вареный сгущенканы жасалған. Және де ең көбірек крем алып қаласыздар, ол жаңағы аптяшкаға ең соңында тортымызды әрлеуге арналған крем. Ал енді торттарымызды жинайық. Бисквитіміз дайын, бисквит суыды. Енді қазір кесіп аламыз. Міне осындай болып шықты. Бисквитті 9 диаметр қылып кесеміз, немесе 8 қылып. Мынандай кесем, енді кішкентай осы 9 диаметр болып шықты. Осымен өлшеп кесіп аламын. Бисквиттің көлемін ланчбокстың көлемімен бірдей қылып аласыздар. Яғни мен өлшегенде 9 диаметр болып шықты іші, сондықтан мен 9 диаметр қылып алдым. Бисквитіміз кесіп алып, мынандай болып шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Қазір бірінші шоколадный сливочный торт жинаймыз. Кремімді кондитерский мешокқа салып, торттарыңызға пропитка жасасаңыздар болады. Кремін жүргізіп шығамыз. Екінші бисквитті қоямыз. Үстіне пропитка жасап, қалған кремді үстіне жағып шығамыз. Тортты әрлеудің алдында тоңазытқышқа қойып аламыз. Екінші тортымызды жинаймыз. Тура солай бисквитке пропитка жасап, кейін үстіне крем жағып, қайтадан бисквитті қойып, пропитка жасап, үстіне крем жағып шығамыз. Үшінші тортымызды жинаймыз. Шоколадный карамельный бисквитке крем жағып, ортасына салмамызды саламыз. Үстіне бисквитті қойып, креммен айналдырып жағып шығамыз.
Менте торттың ерекшелігі оны декор қолдансаңыздар болады. Әрлеу өздеріңіздің қалауымен жасаңыздар. Мен естіп жазып шықтым. Енді келесі тортымызды жинаймыз. Әрлеуге қалған кремді мен розовый түске бояп алдым. Сіздер әртүрлі басқа да түске боясаңыздар болады. Бенте торттың тағы бір ерекшелігі, ол жеңіл обтяжка жасаңыздар. Үйдікіне тортымыз ұқсауы керек. Сондықтан қалауыңызша әсемдеп. Ал енді соңғы тортты бисквитті үкітіп алдым да, шеттеріне сеуіп шықтым. Үстіне вафельный картинка қойдым. Енді торттарымызды жинаймыз. Мен тишу деген қағазды пайдаланып, үстіне тортты салып, одан кейін коробкамызға салып алдым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.